Әлемдегі кез келген адам ерекше. Олардың әрқайсысының өзіндік сипаты немесе бірегей қабілеті бар. Бұлай болу заңды. Өйткені өмір бойы біз басқаларды танып, олардың жеке тұлғасын ашамыз. Сонымен қатар біз көптеген өмірлік сабақтардан өтіп, өмірімізді де тұлға ретінде танимыз. 7 миллиард адамның ішінде қарапайым адамдық ерекшеліктерден де асып түсетін таңғаларлықтай қабілетке ие адамдар кездеседі. Олай болса, назарларыңызға әлемдегі ең ерекше 10 адамды ұсынамыз. Бірінші адамымыз компьютер адам. Бұл Ұлыбританияның жазушысы Дэниел Тамметтің есімі. Бұл жас жігітке математикалық есептеулермен байланысты ерекше қабілетке ие. Тіпті қазіргі ғылым бұл қабілетті түсіндіре алмайды. Дэниел сан жағынан көп таңбалы сандарды оңай көбейтеді және бірден дұрыс жауабын таба алады. Ол мұны қалай жасайды деп таңданатын боларсыз. Дэниел мұны жай ғана былай түсіндіреді. Оның басындағы барлық сандар түсі, пішіні, құрылымы бар суреттермен бейнеленеді және төртінші өлшем пайда болады. Онда дұрыс жауаптың ерекше бейнесі шыға келеді. Ол санау машинасынан тезірек текше тамырларын есептей алады. Пи санындағы үтірден кейінгі 22.500-ден астам санды атай алады. Суперматематикалық қабілеттерден басқа Таммет бірнеше тілді біледі және өзінің тілін ойлап тапқан. Ол жаңа тілді тез меңгереді. Дэниел Таммет аутизм мен Севанс синдромына шалдыққан. Оның ерекшелігі ол осындай қабілетке ие бола тұрып қоғамға бейімделуі, құқықты түсінуі және сол мен оңды ажыратуы, электр құрылғылары қалай пайдалану керектігін түсіну қиын, бірақ ол бұны қалай істейтінін түсіндіре алатын жалғыз адам және бұл ғалымдарға үлкен көмек берді. Екінші адамымыз эхолокатор адам. Ерекше қабілеттері бар. Бұл жас адам Калифорния штатының Сакраменто қаласында дүниеге келген. Бенджамин Андервуд мықты және дені сау бала болып дүниеге келген. Алайда кейінірек ретинальды қатерлі ісікке байланысты дәрігерлер Беннің өмірін сақтап қалу үшін екі көзді де алып тастауға шешім қабылдайды. Осыған қарамастан, Андервуд салауатты жас жігіттің өміріне еш айырмашылығы жоқ өмір салтын ұстанады. Себебі Бен эхолокацияны еркін қозғалу үшін қолдана алады. Ол әлемдегі дыбыстың арқасында өзінің барлық әрекеттерін үйлестіретін жалғыз адам болды. Ол әлемді жарғанаттар немесе дельфиндер сияқты көреді. Бен дыбыспен нысандарға дейінгі қашықтықты анықтай алады. Сонымен қатар жас жігіттің есту қабілеті қарапайым адаммен бірдей, тек Беннің миы оған визуалды ақпарат түрінде дыбыстар береді. Бұл шеберлік Бенге спорттық ойындарды еркін ойнауға, серуендеуге және көмексіз жүруге, тіпті велосипедпен жүруге және компьютерлік ойындарды керемет ойнауға мүмкіндік береді. Үшінші адамымыз резеңке адам. Оны Гутта перче адамы деп те атайды. Америкалық Дэниел Смит бірнеше рет Гиннестің рекордтар кітабының рекордсмені болған. Кішкентай Дэниел өзінің қабілеттерін бар болғаны 4 жасында ашты. Ол сол кезде денесін қалай бұрауды білді. Кейін 18-ге толған ол ересек адамға бұндай қабілет ерекше екенін түсіне отырып, үйінен қашып циркке жұмысқа кірген. Циркке гастрольді сапармен басқа елдерді аралап, Дэниел өзінің талантын елге паш етеді. Онымен қоймай, ол түрлі телешоуға, спорттық жарыстарға қатысқан. Дэниел Смит денесімен істейтін түрлі ақылға қонымсыз трюктары басқаларды таңғалдырады. Ол біздің рейтингімізге сәйкес әлемдегі 10 ең икемді адамның тізіміне. Дэниел денесін ақылға сыймайтын түйіндерге оңай байлайды. Теннис ракеткасындағы тесіктен өте алады. Тіпті кеудесінде жүректі қозғалта алады. Ол осындай қабілетінің арқасында үлкен жетістіктерге жетті. Төртінші адамымыз темір жегіш адам. Мишель Лотитті Францияның атақты адамы және ол өзінің гастрономиялық тәуелдіктермен танымал. Өйткені ол биоорганикалық заттарды жейді. Ең алғаш 9 жасында Мишель шамды жеп, достарын таңғалдырған. Кейін ол көпшілікке жеуге болмайтын заттарды жей бастайды. Мысалы, велосипедтер, теледидарлар, шыны және резеңке заттар. Ол осы қабілетін елге
ақшаға көрсету арқылы күнін көреді. Бұл заттарды жеу үшін олар әдетте кішкене бөліктерге бөлініп немесе кесектерге кесіп алынады. Мишель бұның бәрін жеп, көп мөлшерде су ішіп, жұтқыншақтарын зақымдамау үшін аздап май қосып жейді. Лотитаның өзі мұндай тамақтан кейін ешқандай зиянды салдар болмайды деп мәлімдейді. Ең таңғаларлығы, Мишельді зерттеген дәрігерлер мұндай гурманның ас қорыту проблемалары жоқ екенін растады. Жалғыз ауытқу асқазанның қабырғаларының қалыңдығы қарапайым адамдарға қарағанда 2 есе үлкен. Бұл Мишельге ұшақты әрине бірден емес, 2 жыл ішінде жеуге мүмкіндік береді. Cessna 150 ұшағы Лотитаның денесіне із-түзсіз жоғалып кеткен. Ол өмір бойы бірнеше велосипедтерді, супермаркеттерді, шамдарды, керуеттерді, теледидарларды және тағы да басқа жеуге қонымсыз заттарды жеген. 5-ші адамымыз азаптау патшасы. Тим Кридланд тағы бір ерекше адам. Оның феноменальды қабілеті, ауырсынуға ерекше төзімділігі. Тим мектепте жүріп ауырсынуды сезінбеу қабілеті бар екенін сезді. Ол сыныптастарының көзінше қолын үлкен инемен тесіп, кез келген температураға жоғарыда төменде оңай төтеп беретін. Кейін Кридланд өзінің денесін жақсы білу үшін адам анатомиясын мұқият зерттейді. Өйткені көпшілікке қорқынышты трюктердің көрсете отырып, өмірлік маңызды мүшелерге зақым келтірмеу керектігін де түсінді. Ол от пен өткір қылыштарды жұтып, шегелерге жатып, семсермен, үлкен инелермен, мойынмен немесе бетін тесе алатын. Ол сондай-ақ арқанды жұтып, оны қайта тартып шығара алады. Дәрігерлер Суперменнің керемет ауырсынуға төтеп бере алатындығын растайды. Өйткені оның ауырсыну шегі қарапайым адамға қарағанда әлдеқайда жоғары. 6-шы адамымыз мықты басты адам. Дженни Мартини америкалық балуан және суретші бола отырып, өзінің қатты бас сүйегімен халықтың таңғалдырады. Супермен өте қатты заттарды басымен сындыра алу қабілетіне ие. Мысалы болат шыбықтар, бейсбол биттері, тіпті бетон блоктары, боулинг шары есіңізде ме? Дженни Мартинионың басы егер мұндай доп оған 5 метр биіктіктен түссе, оңай төтеп бере алады. Дженни көптеген рекордтарды жаңарта отырып, барлығына өзінің бас сүйегінің мықтылығын дәлелдей алады. Шынында да дәрігерлердің айтуынша табиғат Дженниға ауыр бас сүйегін берген, сондықтан ол бүкіл әлемге басы мықты адам деген лақапатпен танымал. 7-ші адамымыз магнит адам. Малайзияда тұратын зейнеткер Лю Таулин денесіне әртүрлі заттар, соның ішіне металдан жасалған заттар жапсалатындығымен әлемге танымал. Ол кеудесінде қасық пен шанышқы, балта, тіпті кірпіш ұстай алады. Таулин денесінде салмағы 2 келі болатын заттарды ұстай алады. Бұл қабілеттер оның балалық шағынан бастап пайда болған. Магнит адам өзінің ерекше талантымен айналасындағыларды ғана емес, ғалымдарды да таңғалдырған. Бірнеше жылдан бері олар малайзиялықтың бұл ерекше қабілетін зерттеп, Таулиннің терісі ерекше тарту қасиетіне ие екендігін ғана анықтай алды. Бір таңғаларлығы, оның отбасындағы бұл керемет қабілет мұра болып табылады. Магнит адамның ұлдары мен немерелері бірдей қабілеттерге ие, бірақ бірегей қабілеттері бар көптеген адамдардан айырмашылығы. Лю Таулин шоу-бизнеске бармаған, бірақ ол әртүрлі телешоуларға, теледидар бағдарламаларына жиі қатысқан. Discovery Channel арнасындағы репортаж мен бағдарламалардың кейіпкері болған. 8-ші ерекше адамымыз мұзды адам. Голландияның бұл тұрғыны өте төмен температураға оңай төтеп беретіндігімен танымал. Вим Хоф бірнеше рет мұзды суда өзінің қабілетімен әлемдік рекордтар орнатты. Ол өзінің бұл қабілетін 17 жасында ғана байқады. Кейін өзінің ерекше қабілетін дамыта отырып, денесін қатайта бастады. Сондай-ақ ол дұрыс тыныс алу үшін көп жұмыс жасаған. Егер дұрыс демалатын болса, онда иммунитет жоғарылайды, дене оттегімен қаныққан және қартаю процесі баяулайды. Мүмкін сондықтан 50 жастағы әйгілі голландиялық өзін-өзі жас сезінеді. Вим үнемі мұзды суда жүзеді, үнемі қарда жалаңаяқ жүреді.
мұзды тойықтарда шомылады. Ол арктикалық шеңберден тыс 20 шақырымдық марафонға қатысты, бірақ жарыс кезінде ауа температурасына қарамастан оның үстінде жұқа киім ғана болған. Сол киімде ол Килиманджаро шыңында болған және Эверестті бағындырған. 4 жыл бұрын Хоф Хабиб шөліндегі марафонға қатысқан. Осылайша ол жоғары температураға да төзімді екенін дәлелдеді. Дененің осындай ғажайыптарын көрсете отырып, Вим салауатты өмір салтын насихаттайды. Ол барлығына ауруларды ұмытып, позитивті және бақытты болуға шақырады. 9-шы ерекше адамымыз тістер патшасы. Біздің рейтингтегі тағы бір ерекше жаратылыс Радхакришан Велю. Ол үлкен көліктерді тістерімен тарта алады. Малайзияның тұрғыны Велю 2007 жылы сүйікті елінің тәуелсіздік күні қарсаңында оған кезекті рекорд сыйланды. Велю 6 вагоннан тұратын және жалпы салмағы 300 килограммға жуық теміржол құрамын орнынан жылжыта алды. Таңғаларлық қабілеттері үшін жергілікті тұрғындар Велюге тістер патшасы деген лақап берілді. Оның күшті тістерінің құпиясы әлі белгісіз. Тіс патшасының өзі салауатты өмір салтын күнделікті ұстанады. Оның жаттығуларына жүгіру, медитация, штангалық және күшті жақтарына арналған жаттығулар кіреді. 10-шы ең керемет адамымыз үрлеуші адам. Аспан асты елінің бұл тұрғыны таңғажайып талантқа ие. Ол құлағымен шарларды үрлеп шамды сөндіре алады. Вэй Мингтанг өзінің ерекше талантын ересек жасында байқап, ары қарай дамыта бастады. Ол кішкентай түтікті пайдаланып, құлағымен шарларды үрлеуді үйренді. Бұл қабілетімен көптеген достары мен туысқандарын таңдандырған. Сонымен қатар Вэй әртүрлі мерекелер мен шоуларда жиі өнер көрсетеді. Қалалық фестивальдерде қатысады. Онда ол өз тұрғындарын жаңа трюктермен таңғалдырады. Фестивальдің бірінде ол 20 секундта 20 шамды сөндіре алған. Осымен осы шығарылым соңына жетті. Видеоға лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, себебі келесіде сіз менің шығарылымдарымды көрмеуіңіз мүмкін.